Корзинадағы жульен дайындаймыз. Қызып тұрған майда кубиктап туралған пияз салып, жақсылап барлығын қуырып аламыз. Тауық етінде кубиктап турап үстіне саламыз. Саңырауқұлақты және картопты да кубиктап турап үстіне саламыз. Және де дәміне қарай тұз, қарабұрыш және паприка салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне су құйып, қақпағын жауып пісіреміз. Фольганың көмегімен қатпарлы қамырды пісіру үшін арнайы осылай форма дайындап аламыз. Бұл жерде бізге 4 дәл осындай ыдыс қажет болады. Қатпарлы қамырды жайып, осы формаларымызға орнатып, жан-жағын барлығын жақсылап түйіп, және түбін өте қалыңдатпай жақсылап осылай түйіп аламыз. Қамырымызды айналдыра отырып жұмыртқа жағамыз, күнжіт себеміз және қызып тұрған пеште пісіреміз. Салмамызға сыр мен қаймақ салып, жақсылап араластырып, және корзинкаларымызға салып шығамыз. Үстіне сыр салып, тағы да духовкада 5 минут пісіреміз.